Есікті паш етіп ашып қалған едім, ішінен осындай бір коробка шықты. Қарасам, біздің күміс кнопкамыз YouTube'тан келіп қалыпты. Бұл менің ең алғашқы YouTube каналымның 100 000 оқырманға толып, соған осындай күшті күміс кнопкасы келген еді. Ал олай болса анпакингті бірге жасайық. Бірінші ашқан кезде осындай хаттары шықты. Оқып шықтық, бір мәз болып, бір марқайып қалдық. Ал келесі ол осындай бізге мотивационный сурет жіберді. Алда әлі алтын кнопкада алуға болады деген. Ал енді мінеке ең әдемі керемет кнопкамыз да келіп қалды. Қараңыздар, қандай өзі сүп-сүйкімді күміс әп-әдемі болып тұр. Қаншама еңбек, қаншама тер деген өлеңді қоюға болушы еді бұл жерде. Әп-әдемі болып тұрған кнопкамызды бір жерге тығып қоймай, көрінетін жерге әдемілеп іліп қойдым. Егер де біздің видео ұнаса, сіздерге де жұғысты болсын десеңіздер, видеоға лайк басып, маған тіркелуге ұмытпаңыздар.